Тыңдашы досым, сенен бір нәрсе сұрайын. Біз осы неге өмірдің басты заңдылықтарын ескермей жатамыз? Олар маңызды емес пе? Қазір айтатыным сен үшін ең құнды, ең қажетті дүниелер деп біл. Сондықтан менің айтқандарыма мұқият назар сал. Мен сенен мына нәрселерді сұрағым келеді. Жалпы сенің арманың бар ма? Жоқ па? Онда арманда. Бейне бір бала жүрегіндей пәк, таза кейіпте арманда. Дәл осы сәтке дейін бұл сөзді саған ешкім айтпағандай құштарлықпен арманда. Армандар орындалмайды деген өтірік сөз. Рас айтам, сенің армандарың міндетті түрде орындалады. Әрине, сенің арманың бар болса, егер сен оған шын жүрекпен сенетін болсаң, және арманыңа қарай қандай да бір қадам басып әрекет етсең. Армандар адамға шабыт береді. Армандар адамды жігерлендіреді, әрекет жасауға құштар етеді. Армандар сені төсектен тұрғызады, бойыңа қуат береді. Армандар сені бақытты етеді. Себебі сен жаман нәрселерді армандамайсың ғой. Армандар саған рух сыйлайды. Арман сенің бақыт жолың. Арманыңа қарай жетем деп әр басқан қадамың ол сенің мақсатың. Ал мақсат ол нақтылық. Ол сені бағыттайды, үнемі жол сілтейді. Армансыз сен соқырсың. Я, қайда барарыңды білмейсің. Флюггер сияқты жел қалай соқса солай бір орында айналасың да тұрасың. Ал сен арманыңа қарай мақсат қойып, жай ғана жел емес, бұрқасын дауылдарға қарсы тұратын, ағындарға қарсы жүретін, айсбергтердей алып мұздарды жарып өтетін биік желкенді кеме сияқты бол. Арманда саналы түрде толық өмір сүр. Арманда тек армандар ғана біздің өмірімізге мән береді. Өзіңде, өміріңде мағынасыз болмасын. Өтінем, өмір сүр. Өзгелердің арманға жеткенін көре алмайтын, тек алыстан қызықтап жүретін әлсіз болма. Олар саған қызықсын. Біз бұл өмірге жалданып жұмыс істеуге келген жоқпыз. Сен де бұл өмірге күннің шыққаны мен батқанын көру үшін ғана келген жоқсың ғой. Біз армандау үшін, ол арманды орындау үшін, оған жету үшін келдік. Арманда ешкімге қарама, өз қалауың бойынша арманда, ешкім сені адастырмасын, жасытпасын. Арманың кішкентай ма? Мейлі, ол кішкентай болса да сенің арманың. Оны іске асыр. Тағы да арманда, өзің үшін мәнді, мағыналы ет. Арманнан арманға. Бұл өмірде, осы өмірде арманыңды іске асыр. Арманда, өтінем, әйтпесе сенің орныңа өзгелер армандайды. Ол кезде сен өзіңнің емес, өзгенің, арманшылдардың өмірін сүресің. Өзіңнің емес, өзгенің арманын орындайсың. Сен соны қалайсың ба? Сол үшін тудың ба? Сол үшін өмір сүріп жатсың ба? Кішкентай кезіңде атанаң мәпелеп сүйген кезде олар саған сенген еді. Сенен үлкен болашақ күткен. Қолынан дым келмейтін, бос белбеу, армансыз, әлсіз адам болар деп ойлаған да жоқ. Сен де сондай өмірді армандаған жоқсың. Солай ма? Тыңдашы досым, асықпа, тоқташ. Армансыз бәрібір ештеңеге үлгере алмайсың. Арманың болмаса сен қайда, не үшін жүгіру керегінде білмейсің. Уақытыңды текке құртпа. Уақытыңды бос өткізіп мүлде құртпа. Ол сенің ең қымбат қазынаң. Мен уақытты өлтіру дегенді мүлде түсіне алмаймын. Тоқташ, есің алшы, мейлі бала кезің болсын, әйтеуір бір кезде әлденені армандадың ғой. Соны есің ал. Сен бала кезіңде бір рет болсын азамат болып өсетініңді армандадың. Жетістікке жететініңді, қоғамға маңызды адам боларыңды, тіпті атақты ғалым, немесе керемет суретші, дәрігер, танымал спортшы, ол аз десең ғарышкер болуды да армандадың. Солай ғой, бүкіл әлемді аралап, көптеген жаңалықтар ашып, әлем таңданар шедевр жасауды, ақыр соңында өзің туралы керемет естеліктер қалдыруды да армандадың ғой. Немесе арманыңды білмесең де бақытты боларыңа сендің. Бірақ неге екені белгісіз барлығын ұмыттың да есейдің. Ешқайсысы орындалмаған. Неге? Бұл әлемді арманшылдар өзгертті. Арманының орындаларына ешкім сенбеген ессіздер жасады. Олар арманын айтқанда жұрт күлген еді. Есің дұрыс па? Бұл мүмкін емес. Дұрыс нәрсе ойла, дұрыс нәрсені арманда деп оны келекеткен еді. Біз таңдай қаққан ұлылықтың барлығы, ғажайыптардың бәрі, тіпті бәріміз жасайтын селфидің өзі кезінде біреудің арманы болатын. Біреулердің ақыл-қонымсыз қиялы болатын. Ал біреулердің үздіксіз еңбегі, біреулердің сенімі еді. Досым, арманда, дәл қазір қайда болсаң да, мейлі кім болсаң да, арманыңды іске асыруға әлі де кеш емес. Ойлашы, егер сен өмірге келмесең қазір не істер едің? Ештеңе. Бірақ сен өмірге келдің, сен барсың, сен тірісің. Ендеше арманыңа жет.
арманыңды әлі білмейсің бе? Онда өзіңнен сұра. Сен шынымен нені қалайсың? Кім болғың келеді? Қайда барғың келеді? 18 мың ғалам таңғажайып жаратылыспен жасалып, мінсіз жүйе орныққан мына әлемде оның бір түйірі болған сен неге армандамайсың? Сонда сен осынау ғажап әлемнен бар мен жоғың белгісіз болып, ешкімге елеусіз күйде көптің бірі болып кете бермексің бе? Адам баласы әлемді тануға, жасауға жаралған. Ол ештеңе қаламай, ештеңеге талпынбай тұруы мүмкін емес. Бұл жаратылысқа қарсы ұғым. Түсінесің бе? Қазір арманыңа аяқ басудың дәл уақыты. Кеше емес, ертең емес, дүйсенбі емес, айдың бірі немесе жаңа жылда емес, дәл қазір. Дәл қазір арманда. Арманың үлкен болсын, не кішкентай болсын, армандар бәрі бірдей. Екеуін де арманда. Дәл қазіргі өмірің мен ойларыңды өшір де, өзіңе ұнайтындай жаңадан қиялда. Жоспар құр, жаз, арманда. Өзіңе, арманыңа сен, адамдарға, айналаңа сен. Істе, ешқашан берілме. Ешқашан, естисің бе, ешқашан берілме. Өз арманыңды болмашы жалқаулыққа сатпа. Мен саған сенемін. Сен де өзіңе сен. Арманың орындалады. Армандауды дәл қазір баста.